Қалай қарсы алдыңыз жаңа жыл? Жаңа жылды жақсы, ата анамның үйіне барып, Қашкеренде жақсы тойладық, как обычно, 12-де дастархан жайып, салют атып. Салют енді бізге кішкене қызық емес болып бара жатыр еді. Бірақ ұлымыз туылғаннан кейін бала үшін салют атып тұратынымыз бар енді. Біздің халқымызға тілейтінім әрқашанда аспанымыз ашық болсын. Және де табысымыз мол болсын, ақ мол болсын. Және де үлкен зарплата болсын, жастарда именно. Соғыс болмасын деп тілеймін. Және де президентіміз аман болсын. Туыстарыммен бірге болдым, бала-шағам мен жақсы айбаттар. Енді жаңа жылда жаңа табыстарға жетіңдер, істерің алға бассын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын. Жаңа жылды отбасымен жаңбырлы күнде қарсы алдық. Сол дастарханда отырдық, далаға шықтық, салют көрдік. Қандай сенің жаңа жылға қандай үмітің бар? Білмеймін, қазір телефон алуға барам енді. Соған 2026-ға новый телефонмен. Жаңа жылға жете берейік. С сыном, с мужем, с мамой. Было вообще замечательно. Какие у вас ожидания от Нового года? Чтобы все было хорошо. Всех с Новым годом. Что вы пожелаете казахстанцам? Процветания, здоровья, счастья, удачи во всем. Всего самого доброго, всего самого наилучшего. Пусть у вас в сердце будет много тепла, любви и радости.